өзі Мақсұт бағанағы бей сұмдықтығын енді өзінің келіншегі болғаннан кейін онша ашыламады бұл кісі. Қайырлы болсын. Әзіл ғой ғана қуанышы жағынан бола берсін. Енді осы шама ағайынның тілеуі бір, Алла қаласа осы екі ұлдың бір басы екеу болсын. Сол қуанышта барша ағайын бірге қауышайық деген ниет білдіреміз баршамызға. Бүгін осы жердегі Найман ағайындар қос ұлымыз ат жалын тартып азамат болды деп шаттанып жатсақ, төрде жиеннің қуанышы деп келіп отқан ағасылар бар. Мақсұт аға қанша